Қарағанды облысы Абай ауданының әдемі бөбекжай балабақшасының Құлпынай тобының тәрбиеленушісі Саламат қызы Әмина. Мен оның әжесі Пернегүл. Біз бүгін Әмина екеуміз қазақтың ою-өрнектерін көрсетеміз. Және мынандай жастықтар жасап шығарамыз, Әминажан. Біздер бұл осы енді мына жастықтарды қиып шығарамыз. Қызымыз екеуміз ою-өрнектер. Біздің қазақта ежелгіде қошқар мүйіз, түйе табан, құс қанаты, түрлі ою-өрнектер бізде әдемі болған, Әминажан. Әминажан, кел, мынандай қылып мінекей жастығымызды осылай қиып аламыз ұзыннан. Сосын бұлардың бәрін тігу керекпіз, қызым. Мінекей, ақырғы Әминажан, мінекей, мына ою-өрнектерді қиып, қазір жастықтың бетіне қоямыз. Ою жақсы түсу үшін бірінші қағазға ойып аламыз. Шашы оның. Әрине байлап береді әже. Әминажан, міне бұлайынан біз тігеміз қазір жастықтың тұсын. Біздің Әмина, негіз біздің қазақтың ою-өрнектері әдемі, керемет болады. Бұрын ата-бабаларымыз біздің сандықтың бетін жапқанға, кроваттардың бетін жапқанға, осындай ою-өрнектерді көп сызған, көп қолданған. Қазақтың ескі ою-өрнектері керемет, әдемі болған балам. Бұл жастықтың тұсы балам. Иә. Ау. Әрине оғанда шашып біз қазір шаш саламыз. Қарашқада кукланың да қазақша қазақша киінген. Қандай әдемі көрінеді кукланың өзі, қуыршақтың өзі, иә? Осылай тігіп шықтық, Әминажан, мінекей. Әмина, жаңа қиып жасағанымызда мінекей мынандай жастықтың тұсын салып шығардық, мінекей міне. Қандай құрақтарды көрдің бе, Әмина? Қандай әдемі ма, Мина, қарашы? Қандай біздің құрақтарымыз құрап шығарған. Әдемі, иә? Мынау әдемі біздікі, иә, өзіміздің қиып істеген жастығымыз әдемі. Қандай керемет. Мінекей, осылай қазақтың ою-өрнектері осылай жалғаса берсе әдемі болды, иә, Әминажан? Осындай ою-өрнектеріміз қазақтың салт-дәстүрлері жалғасып, ұмытылмай алға басып келе берсін. Қазақ халқына, қазақ еліме аманшылық, саулық, денсаулық тілеймін. Осындай бүлдіршіндеріміз өсіп өне берсін. Қазақтың салт-дәстүрін ұмытпасын.